Тағы да бір ерекше дүниесі анау Ақшоқ, бұл жақта Ақшоқ, Ақбауыр деген елді мекендер бар. Сол аймақта мынау Қотыр Қызылтау дейміз. Осы Қотыр Қызылтаудың етегінде Ақкезен қонысы бар. Оны көру керек. Ақкезен қонысы сол қола дәуірінің сол кездегі үлкен қонысы. Жалпы одан басқа мынау Шоқпар-тас деген, Байбала деген, Шортанды-бұлақ деген қоныстар бар. Олардың бәрі кезінде зерттелген. Соның ішінде қазір Ақкезен қонысы осы соңғы жылдары зерттелді. Оны зерттеуде мынау Варфоломей қарағандылық ғалым. Сол Ақкезен қонысының ішінде мынау 3-4 үй қалпына келтіріліп қойылды. Ол жерде мынау 70-80 үйдің орны табылған. Ғалымдар оны протоқала деп жүр. Қаланың ескі алғашқы формалар ғой. Ол аймақта металлургия ошағы табылған. Соны барып көруге болады. Енді осы бер қарай, осы грейдердің бойында, оң жағында Ақбауыр ғұрыпты кешені деген бар. Ол түркі дәуіріне жатады. Ондан Балбал тасты көруге болады. Сол Балбал тас жанында 5 жерлеу камерасы орналасқан. Соны көруге болады. Ал енді осы мына сәл кішкене алыс емес көрінеді. Мынау төбешіктер бұл сақ патша қорғандары деп аталады. Оны сыртқа шығып көруге болады. Міне соның бәрін негізі мынау Сеңкеңнің мазарына бастап, былай Талды өзенін жағалап, бірнеше нүктені көруге болады. Көктеректі, Қотыр-тас, Қызылжар-тас, Қызылтау дейді, Бүйректі дейді. Қаражар-тасты бөлек. Соның бәрін аралап көруге болады.